Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. 100 граммында су 12-15 грамм, глюкоза және фруктоза 83-86 грамм, пайдалы қазбалар 0,6-1 грамм және еритін витаминдер мен қышқылдар 0,12-0,15 граммнан тұратын бұл түйе тікені, яғни жантақ шөбі Иранда өте жоғары бағаланады. Бүгінгі шығарылым табиғи пайдалы ем болатын шөп жантаққа арналады. Түйе тікенегі немесе жантақ шөлейтті жерлерде өсетін бұршақ тұқымдасына жататын өсімдіктер тұқымдасы. Түйе тікенінің 20 метрге жуық тамыр жүйесі шөлді жерде өсуге мүмкіндік береді. Түйе тікенегі шөлді аймақтағы негізгі жайылымды өсімдіктердің бірі. Ирак пен Ауғанстанда дәрі және азық-түлік өнімі ретінде кеңінен қолданылады. Құрметті көрермендер, арнамызда біршама адам тіркелмей көреді екен. Осы шығарылымды көріп отырған барлық адам тіркеліп, осы айдың соңына дейін 1000 тіркелісуге жеткізіп, қазақ тілі пайдалы арнаны қолдайық. Жантақтың құрамында с дәрумені, каротин, илік заттары, эфир майлары, глюкозиттер бар. Оның іш жүргізетін, зәр айдайтын, тері шығаратын, өтті жүргізіп тазалайтын және түрлі қабынуларға қарсы қолданатын қасиеттері болады. Жантақ тамыр жүйесінде с дәрумені мен алкалоидтер көп. Өсімдіктің жапырақтары мен гүлдерінде эфир майлары, каучуктар бар. Жантақ қайнатпалары қабынумен күреседі. Дене температурасын төмендетеді. Диуретикалық әсерге ие. Нәтижесінде олар геморрой мен дизентерия үшін де қолданылады. Түйе тікенекті өсімдігі бауырды токсиндерден тазартады және қабынумен күреседі. Гепатит, холецитпен күресу үшін осы бір рецепті қолданып көріңіз. Жантақтың шамамен 30 грамм құрғақ тамырлары мен жапырақтан ұнтақтап, үстіне жарты литр су құйыңыз. Араластырып 5 минуттай қайнатыңыз. Қайнаған қоспаны 1 сағаттай суытып, сүзгіден сүзіп қолданыңыз. Жантақ жақсы аналитикалық қасиеттерге, тұмау, тамақ ауруы және жирвей мазаласа, осы рецепті қолданып көріңіз. Жантақтың кептірілген 5 грамм тамырын сақтап, 250 мл қайнаған су құйып 20 минутқа қалдырыңыз. 20 минуттан соң сүзіп алып күніне 4-5 рет тамағыңызды шайыңыз. Бұл қоспа сонымен қатар дене температурасын төмендетеді. Түйе тікенегі іш жүргізетін әсерге және созылмалы іш қатуға көмектеседі. Ішіңіз қатқанда осы рецепті қолданыңыз. Жантақтың құрғақ 10 грамм тамырын сақтап, үстіне 1 стакан су құйып 7 минут бойы қайнатыңыз. Қайнаған қоспаны 30 минут тұндырып, қолданар алдында сүзгіден өткізіңіз. Күнде таңертең аш қарынға бір уақытта ішкеніңіз жөн. Жантақтың тыныштандыратын және қан тоқтататын қасиеттері геморройдың өршуімен күресуге көмектеседі. Жантақтан дайындалатын қоспаны ұсынам. Термосқа 4 ас қасық кептірілген жантақ шөбін салып, үстіне 500 мл қайнаған су құйыңыз. Термостың қақпағын жабық күйінде 2 сағатқа қойып қойыңыз. Дайын қоспаны сүзгіден өткізіп, су толтырған ваннаға құйыңыз. 25 минут бойы судың ішінде болыңыз. Судың температурасы 36 градустан аспаған жөн. Көбінесе ол малға жем ретінде немесе қарапайым шөп ретінде пайдаланылады. Бірақ оны пайдалану мұнымен шектелмейді. Түйе тікенегі гүлдену кезеңінде өте әдемі. Ол хош иісті гүлдерімен араларда қызықтырады және олар өз кезегінде одан теңдесі жоқ бал шырындарын жасайды. Түйе тікенегі ерте заманнан бері дәрі ретінде қолданылады. Тіпті Иранның өзінде оны ауыр науқастардың шайына қосады. Жантақтың тағы бір емдік қасиеті бактерияға қарсы. Халықтық медицинада ол жиі жараларды жуу және майлау үшін қолданылады. Өйткені оның құрамында антиденелерді өндіруді ынталандыратын ферменттер бар. Антидене дегеніміз кез келген ауруға қарсы тұратын жүйе. Макро және микроэлементтердің көптігіне байланысты ара балшырындары дұрыс дозада адамның иммунитетін нығайтады. Ішкі қабынулармен, мысалы жаралар, тыртықтармен күреседі және адамның психологиялық фонын реттеуге көмектеседі. 20 грамм тамыр үгіндісін 300 мл қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 30 минут тұндырып, сүзіп алып, ас алдында әр жолы 3 ас қасықтан күніне 3 рет ішеді. Мұны бүйректе тасқын байланса, жүрек қызметінің нашарлауынан денеге ісік шықса, ас алдында 1 ас қасықтан ішеді, күніне 3 рет. Асқазан ішек қабынуларға құлмақ гүлімен қосып, қайнатып ішсе, ас қорытуға көмектеседі. Ауырғанда бастырады. Оның гүлі мен жұмсақ бұтақтарын басқа шөптермен қосып, бүйрекке, қуыққа тас байланғанда ішеді. Ал тамырынан жасалған дәрілерді көтеу түйіндерін жазуға, дене сыртындағы жарақаттарды жазу үшін қолданады. Жантақ еліміздің құмдауытты далаларында, аласа таулардың етектерінде өсетін көп жылдық өсімдік. Сабағының түп жағы жуантық, бассағы сүйір жіңішке келеді. Жапырақтары сопақша, бұтақтарына қарама-қарсы өседі. Тікендері өткір, гүлдері қызғылт сарғыштау болады. Гүл тостағаншасы қоңыр сияқты иіліп тұрады. Мамыр, тамыз айларында гүлдейді. Оның түп жағы қатқыл, бас жағы жұмсақ болғандықтан түйе өте сүйсініп жейтін өсімдік.
сондықтан оны түйе жантақ деп атайды. Бұл таңғажайып шөптің зияны тұстары бар екенін естен шығармаған жөн. Шөпке жеке төзбеушілік болғанда бас тарту керек. Сонымен қатар пилофенитпен және жоғары дәрежеде керілу кезінде, бүйректе және қуықта тастар болған кезде, жүктілік кезінде, ем үзілу кезде бұл пайдалы шөптен бас тартыңыз. Бұл табиғи өсімдікті дұрыстап пайдаланбасаңыз, өміріңізге қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан дәрігермен кеңескеніңіз жөн. Шығарылым ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз үшін оңай іс қазақ тілді арнаның дамуына өте үлкен үлес қосады. Қазақ тілді қоғамды бірге дамытайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.